Қайырлы күн. Бүгін сіздермен 2 ғана минутта маринадтап, пеште осындай дәмді әрі тез, еті жұмсақ болып шығатын әдіспен бөліскім келеді. Уақытыңыз тапшы болған жағдайда осы әдіспен жасап көруіңізді ұсынамын. Ең алдымен тауық қанаттарын жақсылап тазалап жуып аламыз. Және де осындай керек емес бөліктерінен тазартып аламыз. Шұңғыл ыдысқа 1 ас қасық майонез, 1,5 ас қасық аджикамызды саламыз. Егер де аджика болмаған жағдайда 2 ас қасық кетчуппен алмастырсаңыздар болады. Бұрышымызды, паприкамызды дәміне қарай тұзын қосып жақсылап араластырасыздар. Осылай сыртына жағып шығамыз, осыны жұқалап. Қанаттарымыз қызарып, әдемі болып шығады. Өте көп жақпаймыз, сыртқы беттеріне осылай жұқалап жағып шығамыз. 40 минут 200 градуста пісіріп аласыздар. Ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.